Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте ерекше дәмді королевский тортын дайындаймыз. Ең алдымен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Королевский торт өте нәзік, дәмді, 4 түрлі корждан тұрады. Королевский торттың сан алуан рецептісі бар. Мен сіздерге өте жеңіл, бірден шығатын рецептімен бөлісемін. Ең алдымен жұмыртқамен қантты жақсылап ақ болғанға дейін араластырамыз. Содан кейін қопсытқышпен ұнды салып тағы да араластырамыз. Қамырымыз дайын. Осы қамырды 4 бөлікке бөлдім. Осы қамырдың әрқайсысы 180 граммнан болды. Енді мак, грек жаңғағы және мейіз салдым. 4-шісіне какао салып араластырдым. Енді 180 градуста қызып тұрған пеште формамызға бисквитімізді, қамырымызды салып 10-15 минут пісіреміз. Қамырымыз дайын, бисквитіміз. Енді кремін дайындаймыз. Бізге 100 грамм қант немесе қант ұнтағы қажет. Сливки құямыз. Сливки мен қант ұнтағын араластырамыз. Сливкиміз біраз көтерілді деген кезде творожный сырымызды алып тағы да миксерлейміз. Креміміз осындай түрде болуы қажет. Төрт түрлі бисквитіміз дайын. Міндетті түрде суытамыз. Енді тортымызды жинаймыз. Бұл бисквит өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Бисквиттерді пропитка жасауымызға болады. Мен бірақ пропитка жасамадым. Енді кремімізді жағып шығамыз. Менде мөлшермен үлкен қасықтан 4 қасық крем салып жағып шықтым. Тортты жинап болғаннан кейін бетін целлофанмен жауып, кем дегенде 8 сағат тоңазытқышта тұру қажет. Целлофанмен жабамыз, себебі холодильниктің иісінен сақтайды. Енді тортымыз дайын. Формамызды алып, сыртын креммен қаптаймыз. Кремді 250 грамм сливкеге қант ұнтағын салып, араластырып, осылай жағып шықтым. Менің каналыма міндетті түрде жазылыңыздар. Келесі торт видеосында чизбен қаптауды көрсетемін. Өте нәзік, дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайтынына сенімдімін. Торттың бетін жеміс-жидекпен немесе осындай креммен гүл ретінде жасап әсемдеуіңізге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер және лайк басуды ұмытпаңыздар.